Бәріне сәлем достар, Сайберлан қайта оралды. Біздің шығарымдарды сағынған боларсыздар деп үміттенем. Біз көктемде біраз жаңарып, үзіліс алып және жаңа технологияларды енгіздік. Енді сіздердің алдарыңызда менің жасанды интеллект арқылы жасалған аватарым сөйлейді. Бірақ мен үшін уайымдамаңыздар. Біз машиналар мен роботтар адамдардың орнын баспау үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз. Сондықтан мен де өз ақымды алып отырмын. Баршаңызды өткен Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Ал енді осы уақытта болған ең маңызды жаңалықтарды бірге талқылайық. Біздің шығарымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube арнамызға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. PUBG жанкүйерлері, қуана берсеңіздер болады. Қазақстандық команда Теле2 5G Cyber Games турнирінде бірінші орынға ие болды. Яғни бұл Төлеуіш басшылығындағы Рух eSports командасы. Олар 900 мың теңге ұтып алды. Айтпақшы, жақында ғана бұл команда туған күнін тойлаған еді. Ал бұл жеңіс олар үшін керемет сыйлық болмақ. Екінші орын жүлдегерлері 600 мың теңге ұтып алды. Ең жақсысы олар да Канина Пауэрлық қазақтар екен. Жалпы турнирдің финалдық кезеңінде Орталық Азияның үздік 16 командасы жиналды. Қазнеттің үздік стримері кім деп ойлайсыз? Жауаптарыңызды пікірге жаза кетіңіз, ал біз сізге Pinger Pro жариялаған тізімді ұсынамыз. Өздеріңіз білетіндей, тамыздан бастап Watson тізім көшбасшысы. Оны әлі ешкім басып озбады. Оның үстіне басқаларға қарағанда көрсеткіштері айтарлықтай басым. Ақпан айында Watson 24 сағат бойы тікелей эфирде болды. Twitch'те оның 178 мың жазылушысы бар. Сонымен басты сұрақ: Әлімжан наурыз айының қорытындысы бойынша көшбасшылығын сақтап қала ма? Тағы бір сұрақ: сіз қандай стримерлерді қарайсыз? Көптен күткен мейджорда басталды. Жарыс аясында бүкіл әлем бойынша РМР арқылы іріктелген 24 команда бақ сынаспақ. Сонымен жүлделерге тоқталсақ, 1 миллионнан астам ақшалай сыйлық пен Blast Premier World Final 2024 және eSports World Cup 2024-ке жолдамалар. Жағымсыз оқиғалар да болды. Мысалы, Nine Pandas командасы мейджорға қатыса алмайтынын мәлімдеді. Неге десеңіз, команданың кейбір ойыншылары шенген алуға үлгермей қалыпты. Дәлірек айтсақ, капитан Денис Костин атап өткендей, жігіттер құжаттарын алуға үлгермепті. Олардың орнына РМР Decider кезеңінде екінші орын алған Gamer Legend ростері жарысқа қатыспақ. Айтпақшы, қазір Европалық аймақ келесі мейджорға бір орын жоғалтып алғандықтан РМР енді бұл кезеңсіз өтеді. Тағы да жағымсыз жаңалық стикерлер мәселесі. Қазақтар тойға кешіккенде стикерлер де кешігіп жатыр. Мейджор басталғаннан 5 күн өткен соң, яғни тек 21 наурызда Valve жапсырма капсулаларын шығарды. Бұл рекордтық кідіріс, өйткені бұған дейін әдетте турнир басталардан бірнеше күн бұрын шығатын еді. Біз редакцияда ұйымдастырушылар наурызды күтіп отырған болар деп әзілдеп қоямыз, бірақ расында жапсырмалар, яғни стикерлер дизайнының Valve талаптарына сәйкес келмеуі себеп болуы мүмкін. Әзірлеушілер оларды турнир кезінде асығыс қайта жасауға мәжбүр болды. Ойыншылар мен eSport мүшелері де өз пікірін білдірді. Мәселен, Simple мен Innershine стикерлер бір түрлі дейді. Ал ең қымбаты Donk стикері болды. Бұрын баға топында әрдайым Simple мен Monocel'да тұратын, бірақ қазір 17 жасар Даниэл бәрінен озып түсті. Қазақтардың қазандағы турнирдегі жеңісін бірге еске алайық. Алғашқы игры будущего 2024 турнирінің қызықты финалында XCAT командасы өзінің басымдығын дәлелдеді. Олар ресейлік Looking for Org құрамына қарсы ойнап, оларды 2-0 есебімен жеңіп кетті. Бұл жеңіс ойыншыларға тек үлкен жетістік сыйлап қана қоймай, сонымен қатар $175 мың ақшалай жүлде берілді. Айтпақшы, біздің президент келесі игры будущего ойындарын Қазақстанда өткізу ұсынды. Бұл идея туралы не ойлайсыз? Және турнирді қай қалада ұйымдастырар едіңіз? Falcons командасы Dota 2 бойынша Dream League турнирінің гранд финалында Bad командасын жеңіп, чемпион титулына ие болды. Матч 3-0 есебімен аяқталды. Falcons'тық жігіттер өздеріне лайықты $300 мың мен 4200 EPT ұпайын иеленді. Bad Team 3500 ұпаймен екінші орынға жайғасса, үздіктер үштігін қытайлық Extreme Gaming жапты. Айта кетейік, Dream League турнирі 25 ақпаннан 10 наурызға дейін онлайн форматта өткен болатын. Dream League'тің 23 маусымы да басталып үлгерді. Жабық және ашық іріктеу кезеңдері аяқталды. Олар онлайн режимде өткен еді. Командалар турнирде слот үшін таласып, Шығыс Европа гранд финалында Na'Vi командасы Virtus.pro'ны жеңсе, Team Spirit One Win командасынан ұтылып, жабық іріктеуден шығып қалды.
6 жылдық үзілістен кейін Moz Esports ұйымы Dota 2 әлеміне қайта оралды. Команданың жаңа құрамына Европа мен Азияның 5 ойыншысы кіреді. Олардың арасында аса танымал емес ойыншылар да бар. Moz'ды қайта жандандырудың негізгі қадамдарының бірі румыниялық жаттықтырушы Daniel Immortal Face Moza'ның ұйымға қосылуы еді. Ол Nigma Galaxy, Gaming Gladiator сияқты командалармен жұмыс істеген болатын. Қазір ростерде Стефан Гаврила, Андрей Старха, Нико Белокура, Равдан Нармандах және Лукас Хансен. Дотада жаңа патч. Бағалап үлгердіңіз бе? 7.35-де бір қатар өзгерістер болды. Соның ішінде рапираның жаңартуы мен кейбір металық кейіпкерлердің нашарлауы. Сонымен қатар криптерді стактау тәжірибе бонусы 30%-дан 25%-ға дейін төмендеп, сазды големді жойған үшін де енді алтын аз беріледі. Әзірлеушілер 7.35-ді патч ойын балансын жақсартып, Dota 2 ойын стратегияларын әртараптандыруға арналған дейді. Simple Navi'ге оралды. Енді ол Копенгагенде ойнамақшы дейді кейбір телеграм арналар. Бірақ сөздерінің жаны бар. Simple BGL Major Копенгаген 2024-те Navi'дің қосалқы ойыншысы. Өздеріңіз білетіндей Саша наурыз айының басында камбэк жасаған болатын. Дебюті Team Falcons командасында болды. Тіпті өте әсерлі болды десек те артық болмас. Бас премьер турнирінде көрермен саны бойынша ол рекордтық көрсеткіш орнатты. Алайда қуаныштар ұзаққа созылмай, жігіттер Медиаспорттан жеңіліп турнирден шығып қалған еді. Бірақ Сашаның оралуы ел арасында біраз сөз туғызды. Бұрынғы Navi ойыншысы Денис Костин теріс қозғарысты, яғни Simple бұрынғыдай енді ойнай алмайды деп отыр. Simple'дың инактивке кетуі Navi'дің танымалдылығына ауыр соққы болды. eSports Chart қызықты фактілерді бөлісті. Сарапшылар команданың үздік ойыншыларға қарсы Simple мен және Simple'сыз матчтарындағы көрермендердің орташа санын салыстырды. Нәтижесі таңғаларлық. Мысалы, Саша кеткеннен кейінгі Face Clan'ға қарсы ойын 39%-ға аз қаралыпты. Басқа қарсыластармен болған ойындарда да осындай жағдай. Бір қызығы, Cloud9-дағы решафлдар ұжымның танымалдылығына ешқандай әсер етпеді. Не дегенмен Simple'дың аты Simple, әрі ең танымал ойыншылардың бірі. Ол кеткеннен кейін Navi фан базасының бір бөлігін жоғалтқандай. Ресей серб командасы Team Spirit PUBG Mobile дисциплинасын қолға алып, бұрынғы Cloud9, Navi және Gladiators ойыншысы Сергей Померанцевтың басшылығымен команда жинады. Бірақ ең қызығы, жанкүйерлер YouTube'де шыққан жаңа команданың тұсаукесер ролигіне тамсанып жатыр. Төрттік, олардың әрқайсысы жеңіспен жеңілісті көрген. Олар 100 үміткердің ішінен таңдалды. Пікірлер тым көп. Бұл кез келген шетелдік экшн фильмнен де басы бос деп жазып жатыр. Компанияның өндірісі бұл қарқынмен енді тіпті фильмде түсіре алады дейді. PGL үлкен мәлімдеме жасады. Олар алдағы уақытта Dota 2 бойынша 8 турнир өткізгелі отыр. Жоспар бойынша олар алдағы 3 жылда болады және бұл тек бастамасы ғана. Сонымен бірінші турнир PGL Валахия 10-19 мамыр аралығында өтеді. Ашық және жабық іріктеу ойындары сәл кейінірек басталғалы жатыр. 16 командаға арналған соттары бар. Әрі қарай PGL Валахия 2-ші маусымы күздің соңына жоспарланған. Екі турнирде Румынияның Бухарест қаласындағы PGL студиясында өтеді. Келесі жылы тағы 3 керемет жарыс ұйымдастырылып, 2026 жылы да дәл солай болғалы тұр. Қысқасы, енді бізде алдағы 3 жылға арналған ойындар кестесі дайын. Dota 2 әлеміндегі барлық қызық оқиғаларды бірге тамашалайық. Бір сөзбен айтсақ, stay tuned. Енді қайғылы жаңалыққа тоқталсақ, көрнекті спорт комментаторы Василий Уткин дүниеден озды. Ол небәрі 52 жаста еді. Овердрайв, Харуми, Старки, Лукава сияқты спорт өкілдері де көңіл айтып жатыр. Радвилович бұл ойынды сараптаудың ең жоғарғы деңгейі еді. Білікті адамның өзі өшсе де аты өшпес дейді. Уткин спорттық комментарий әлемінде өшпесіз қалдырды. Көптеген жылдар бойы ол FIFA футбол симуляторының дауысы болды. Біз Сайбералан командасы Қазақстандағы киберспортты дамыту және киберспортқа байланысты қазақ тілінде ақпарат тарату мақсатында апта сайын осындай жаңалықтар топтамасын шығарып отырамыз. Біздің шығарылымдарды жіберіп алмасы үшін YouTube, Telegram арнамызға және TikTok пен Instagram парақшамызға жазыла кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Аружан, келесі аптада кездескенше.